Сәлем, бүгін тойымда әрі дәмді диор салатының дайындалу жолын ұсынамыз. Қажетті азық-түліктер: 2 қияр, 100 грамм ірімшік, майонез, 4 картоп, 4 жұмыртқа. Картоптың қабығын ашып, тазартып, жіңішке және ұзынша етіп тураймыз. Табаға аздап май құйып, туралған картоптың бірден барлығын салмай, аз-аздан салып қуырамыз. Картоп қызарған соң, қағаз майлық төселген тәрелкеге түсіріп аламыз. Ыстық күйінде оған аздап тұз бен қара бұрыш себіңіз. Қиярды үкіштен өткіземіз. Жұмыртқаны суға пісіріп аламыз. Содан соң оны ұзынша етіп тураймыз. Ірімшікті үкіштен өткіземіз. Тәрелкеге бірінші қабат етіп қуырылған картопты саламыз. Картоптың үстіне екінші қабат етіп қиярды саламыз. Содан соң майонез жағамыз. Үшінші қабат етіп жұмыртқаны салып, бетіне майонез жағамыз. Содан соң салаттың бетін ірімшікпен жауып, жұмыртқамен және қызанақпен безендіруге болады. Диор салаты дайын, астарыңыз дәмді болсын.